Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмі аузыңызда қалатын айраннан оладьи жасайтын боламыз. Өте үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше үлпілдек оладьйімізді бастайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, бір дана тұзымызды және де шекерімізді, яғни қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Егер қаласаңыз, шекерді аз қоссаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз. Біркелкі масса қылып алдық. Содан соң айранымызды құямыз. Айран жылы болуы қажет, яғни бөлме температурасында тұрған айран болуы керек. Осыны біркелкі масса болғанша тағы да бір араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша тағы да араластырып аламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде венчиктің көмегімен араластырудың қажеті жоқ. Кез келген затпен өзіңізге ыңғайлы болса болды. Кез келген затпен араластыра бересіздер. Арасында ұн қалып қоймасын, жақсылап араластырамыз. Бірақ венчикпен тезірек болады. Дәл осындай біркелкі масса болғаннан соң ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Дайын болған массамызды бөлме температурасында 10 минутқа қалдырамыз. Айранымыз бен ас содамыз реакцияға түсуі қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздағыдай қазірдің өзінде реакция болып жатыр. Келесі табамызға майымызды құйып, отқа қоямыз. Массамызды араластырмаймыз. Бізге 2 ас қасығы қажет болады. Қызып тұрған майымызға 1 ас қасық массамызды алып, екінші ас қасықтың көмегімен қызып тұрған майымызға салып, 2 бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жасайсыздар. Бір маңызды айтып кететін мәселе, сода салып 1 рет жақсылап араластырғаннан кейін массаға тимейміз. Қайта араластырудың қажеті жоқ. 1 рет араластырғанымыз жеткілікті болады. Мінекей біздің оладушкиларымыздың бірінші беті қызарып пісті. Енді екінші бетінде дәл осылай әдемі етіп қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің оладушкиларымыз өте үлпілдек әдемі болып пісті. Енді майымыздан алып, дәл осы әдіспен барлық массамызды пісіріп аламыз. Өте дәмді оладушки шығады. Біздің
Өте үлпілдек айраннан жасалған оладушкилерimiz дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта басқа да рецепттерімді өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте үлпілдек және жұмсақ дәмді болып шығады. Сау болыңыздар.